Сәлем достар! Бүгін біз қарапайым қартаюға қарсы крем мен маскалар дайындаймыз. Бұл крем мен маска теріні ылғалдандырады, әжімдерді кетіреді, қатайтады және тыныштандырады. Крем күн шуақты күндері теріңізге күтім жасауға көмектеседі. Барлық тері түрлеріне арналған. Күн әсерінен кейін крем теріні тыныштандырады және ылғалдандырады. 1 шай қасық алоэ вера гелін қосыңыз. Жүзім майы терінің өңі мен серпімділігін жақсартады, әжімдерді тегістейді. Эпидермистің терең қабаттарын тиімді ылғалдандырады. Табиғи ылғалды сақтайды және қалпына келтіреді. 1 шай қасық жүзім майын қосыңыз, жақсылап араластырыңыз. Кремді бетке, мойынға, декольтеге және қолға жағыңыз. Күнге күйіп қалсаңыз, дененің барлық жерлеріне жағуға болады. Крем сіңгенше теріні ақырын уқалаңыз. Кез келген уақытта пайдалануға болады. Жақсы нәтиже алу үшін күнделікті пайдаланыңыз. Екінші рецепт. Ыдысқа 2 шай қасық алоэ вера гелін салыңыз. 1 шай қасық сұлы ұнын қосыңыз. Сұлы ұны теріні жасартады және ылғалдандыруға көмектесетін Е дәруменіне бай. Қартаю дақтарын кетіруге және тері өңін тегістеуге көмектеседі. Бұл қоспаны кішкене банкада тоңазытқышта 1 аптаға дейін сақтауға болады. Қоспаны бетке, мойынға, декольтеге және қолға жағыңыз. Масканы бетіңізде 30 минут ұстайсыз. Содан кейін суық сумен жуасыз. Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін 1 апта бойы күнделікті, содан кейін аптасына 2-3 рет қолданыңыз. Үшінші рецепт. 1 шай қасық алоэ вера гелін қосыңыз. Зығыр тұқымы әжімдерге қарсы тиімді екені дәлелденді. Әсіресе сезімтал, құрғақ және жетілген теріге жарайды. Зығыр ұнында терінің регенерациясын және серпімділігін қолдайтын Е дәрумені бар. 1 шай қасық зығыр ұнын қосыңыз. Жақсылап араластырыңыз. Бетке, мойынға, декольтеге және қолға жағыңыз. 30 минутқа ұстаңыз. Содан кейін суық сумен жуыңыз. Жақсы нәтиже алу үшін 1 апта бойы күнделікті, содан кейін аптасына 2-3 рет қолданыңыз. Достар, менің видеоларымды көріп, қолдау көрсеткендеріңіз үшін рахмет. Деніңіз сау, әрі жас болыңыз.